Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі 3-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сағат 12 болды. Мұғалім Мұхаммадиева Меруерт Багдавлетовна. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Жаңа сөздермен таныс болайық. Сағат неше? Тура. Қалды, кетті. Жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Сағат неше? Тура. Қалды, кетті. Енді бірге оқиық. Балалар, жалғауларға назар аударамыз. Менің сағатым. Менің сағатым. Мои часы. Сенің сағатың. Твои часы. Сіздің сағатыңыз. Ваши часы. Оның сағаты. Его часы. Ее часы. Менің сағатым. Сенің сағатың. Сіздің сағатыңыз. Оның сағаты. Жуан жалғауларды жалғаймыз. Добавляем твердое окончание. Ың, ыңыз, Жақсы балалар, бүгінгі тақырыбымыз сағатпен байланысты. Мынау сағат. Мынау қандай сағат? Мынау қызыл сағат. Енді сағаттарға назар аударамыз. Обратите внимание на картинку. Сағат неше болды? Сағат 8-ге 15 минут қалды. 8-ге 15 минут қалды. Осылайша айтамыз. Келесі суретте сағат неше болды? Сағат 12-ден 15 минут кетті. 12-ден 15 минут кетті. Қызылмен сызылған сөздерге назар аударамыз. 8-ге, 12-ден. Добавляем мягкое окончание. 8-ге, 12-ден. Жіңішке, қажетті жіңішке жалғауды жалғайды екенбіз. Жақсы. Оқылым тапсырмасы. Мынау менің сағатым. Это мои часы. Сағатым 12 болды. Тура сағат 12 болды. Мен кітап оқимын. Я читаю книгу. Сағат 12. 12-де мен кітап оқимын. Мынау менің сағатым. Это мои часы. Сағатым 2-ге 10 минут қалды. 2-ге 10 минут қалды. Посмотрите на картинку. Мен тамақ ішемін. Мынау менің сағатым. Сағатым 10-нан 10 минут кетті. 10 минут кетті. Мен футбол ойнаймын. Я играю в футбол. Жақсы балалар, 12. 2-ге 10 минут қалды. 10-нан 10 минут кетті. Жарайсыңдар. Келесі жазылым тапсырмасына назар аударамыз. Төртінші тапсырма. Тиісті қосымшаны жалғап жаз. Тиісті қосымшалар. Пишите нужное окончание. Менің атым Әлібек. Біз балалар қандай қосымша жалғаймыз? Жуан қосымша жалғаймыз, е? Добавляем твердое окончание. Менің атым Әлібек. Мен 3-ші сыныпта оқимын. 3-ші. Қандай қосымша жалғаймыз? Жіңішке қосымша жалғаймыз. 3-ші. Добавляем мягкое окончание. Оқимын. Оқимын. Твердое слово. Добавляем твердое окончание. Оқимын. Осы тәртіп бойынша қажетті қосымшаларды жалғап жазамыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше.